қазіргі коуч психологтарға қалай қарайсыз? Ой, мен енді атын атап түсін түстеп айтуға менің ешкімнен қорқып тұрған жоқпыз. Алладан басқа ешкімнен қорықпаймыз. Ешқайсысы біздің астымыздағы атымызды тартып алып, иығымыздағы шапанымызды шешіп алмайды. Бірақ менің қарным ашатыны, мынау телефон жақсы, әрине әлеуметтік желі жақсы, бірақ жаман тұсы да бар, қай кезде болса да. Өмірдің өз ақпен қарамен тұратын секілді, сол телефон арқылы, әлеуметтік желі арқылы біз қаншама қазақты баспаналы қылып жатсақ, көп көріп, халық көріп, халықтың арқасында. Ал мына жақта соншама халықтың аузын айға қаратып, өтірікті шындай шындығыдай ұрғандай қылып, аңқау елге арамза молдалар, мына жаңбырдан кейінгі саңырау құлақтар бар ғой, топырлап шығып кетті ғой. Өзі кеше күйеуге тиеді, бірақ көптеген қазақтың әйелдеріне айтады, апта сайын күйеуіңнен гүл алуды, күйеуіңнің махаббатына бөленіп, күйеуің тек қана көзін ашса да жұмса да сені көретін қылып қоюды менің мотиваторлық курсымнан үйренесіз дейді. Өзі күйеуге тиген кеше ғана. Одан кейін қараңыз. Өзінің баласы тау қопарып тас жарған жоқ. Бір асудан асып белесті бағындырған жоқ. Бірақ елге айтады, сен балаңды дұрыс тәрбиелеп жатқан жоқсың. Сенің балаңа дұрыс тәрбие беруді мен үйретемін дейді да. Одан кейін өзінің күйеуі жоқ, Алланың өзі кешірсін да, өзінің енесі жоқ. Бірақ сондай әйелдер отырып алып, сыпсыңдап, қаншама қазақтың әйелдерін бетіне қаратып, өзі құдай емес, бірақ құдайдан былай емес адамның әңгімесін айтып, мен саған енемен қарым-қатынас дұрыстауды үйретем, мен семен күйеумен қарым-қатынас дұрыстауды үйретем деймін да. Жаңа айтып өткенде өзің диванасың, кімге пір боласың. Соған менің қарным ашады ғой, байдың асын байғұс қызғанады деп айтып, ой кетші пішту, бұл не демей айтқан ырыс бала деп айтуы мүмкін. Бірақ бұл жерде адамда сәл ұят болу керек шығар. Соның айтқан сөзіне еріп алып, таңнан кешке дейін соның бетіне қарап отырған әйелдерге менің қарным ашады. Бала шағасының аузынан жырып, соның былшылдап айтатын 1,5 сағаттық, 3-4 сағаттық, бір 5 күндік сабағына береді да. Ақылды сұра, төрде отырған ақ жаулықты, көк құрсақты, алтын құрсақты, балалары бір-бір елді бетіне қаратып отырған, ең құрғанда бей бол, болмаса бей қонатын үй бол дейді ғой. Сондай бей болатын, бей қонатын үй болатын балалар тәрбиелеген, көпті көрген, мынау өмірдің ағы мен қарасын көрген адамнан ақыл сұра. Ол кісі ақыл айтса, жарасады. Ол кісіні ұйып тыңдаймыз. Кеше келген тоқалдар түрменікі деп қоғаңдар дейді ғой. Өздері кеше шығып алып, бүгін ақыл айтады да. Неменде ақыл деймін да, арнасынан тасып бара жатқан. Солар не жеп ақылды болып жатқанын түсінбеймін. Солардың таңғы түскас кешкі асқа не жейсіңдер? Беріңдерші біз деп соны жейік дегім келеді кейде менің. Ол жерде мен дұрыс нәрсе айтып жатса, құба-құп қой, тыңдайсың. Айтады да, өткенде бір естіп қалдым, Инстаграмнан айтады. Сен балаңды емізгің келмесе дейді, емізбей-ақ қой дейді. Саған күйеуің ол баланы емізетін тұстана табу керек деп. Қаяқтан табады оны еркек? Одан кейін күйеуіңнің нәскиін жума дейді. Жуғың келмесе дейді, жума. Себебі сенің әйелдік энергияң төмендеп, сенің самооценкаң төмендейді дейді да, сенің бағаң төмендейді дейді. Сонда бағаны әркім өзіне бере ма? Бағаны айналасы, араласатын ортасы, туған туысы, мынау халқы бермей ма? Неменеге біз қатын болып байға тидік, нәски жумасақ? Енеңмен бірге тұрғың келмесе, тұрма. Сен енеге барған жоқсың, сен күйеуге бардың. Анау күйеу қайдан шықты? Одан кейін қазір мынау, мен енді оған өрем жетпейді дін туралы әңгіме айтуға. Оны айтатын адамдар бар. Бірақ өткенде бір-екі кісінің сөзінен естеймін да. Күйеуінің разылығын алсаң болды дейді да. Ал сол күйеуіңнің жәннаты сол анасының табан астында жатқан жоқ па? Сонда біз кімді тыңдап жатырмыз, нені тыңдап жатырмыз? Мынау енді бір ұлтқа бөлінбей-ақ қояйын, бірақ бір кісілер бар ғой, қартайғанда көбінесе әке-шешесін қарттар үйінде өткізіп, я болмаса бір күшікті, бір мысықты құшақтап терезенің алдында отыратын. Біздің қазақ соған апарып бара жатыр ма? Біздің